Жер бетінде миллиондаған жәндіктер бар. Олардың ішінде бірталай адамға зиянсыз, алайда улы жәндіктерді кездеседі. Кейбірінің о адамды ажал құштыруға дейін қауқарлы. Термиттердің адамға тікелей зияны жоқ. Олар қоршаған ортада маңызды рөл атқарады. Термиттердің азық өнімдеріне қосатындар да бар. Термиттер отряды 10 жыл өмір сүреді. Оның көбеюі жаз айларында ғана жүреді. Олар бір күнде 30 мың жұмыртқа салады. Таскене. Жыл сайын кенелер лайма дертін қоздырып жатыр. Бұл дерт кененің шығуынан басталады. Адамның жүрегі айнып, бас айналып, соңында жүрек ауруымен ауырады. Кененің дене құрылысы, пішіні мен түсі әртүрлі. Ұзындығы 1 мм-ден 30 мм-ге дейін болады. жұптасқан 1-2 көзі болады. Көзсіздерде кездеседі. Қара бүйе. Қара өрмекшінің аналы шаққанда денедегі нейтротоксиндер қалыңдықтан тез арада медициналық көмекке жүгіну керек. Қара бүйенің уынан көз жұмған адамдар бар. Дене тұрғы 25 мм-ден 35 мм-ге дейін жетеді. Өне бой түк жапқан, түсі қоңыр қара сарғылт келеді. Шашты құрт. Сырт көзге әдемі көрінеді, алайда улы келеді. Оның уы тікендеріне. Оған жақындағанда денеге у жатып, адамның басы ауыра бастайды. Дем арасында іші ауырып, тынысы тарылады. Қара шаян. Шаяндар жәндіктерге жатпағанымен өрмекші тәрізділер тобына жатады. Қара шаяндардың ішіндегі ең қауіптісі. Олардың қанаты жуан, аяқтары жіңішке келеді. Қара шаяндар уы адамның салық қылуға дейін барады. Жыртқыш жәндік. Олар әдетте ұсақ жәндіктермен жануардың, тіпті адамды қан ішеді. Олар чагаса дертін жұқтырады. Жәндік әсіресе кедей елді мекендердің адамдарына залал келтіруде. Ежелгі үнді тайпаларының салты бойынша балаларды құмырсқаларға шақтырған. Құмырсқа уынан нейтроксиндер бөлінгендіктен адам сал болып қалуы да мүмкін. Отты құмырсқа. Оның шаққанына байланысты оқ құмырсқа деп те аталып кеткен. Олар шаққанда қарумен атқандай әсер алады. Бразилиялық өрмекші. Оңтүстік Америка мен Орталық Америка мекендейді. Бұл өрмекшілер 2010 жылы ең ұлы өрмекші ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Оның құрамында PHT-X3 деп аталатын нейтроксин бар. Нейтроксин адамның тыныс алуын нашарлатып, салық қылады. Ол ағзаға тез әсер етіп, 58% жағдайда адамның жүрегі тоқтайды. Олардың уына қарсы екпелері бар. Бөгелек. Бөгелектердің адамға қауіпті паразиттар дернәсілдері болады. Бөгелектер әдетте мокситтер арқылы тарайды. Мокситтер адамға жақындағанда дернәсілдерін тастайды. Бірнеше күннен кейін оның орнына инфекция тудырады. Цесте шыбыны. Африканың субтропикалық аймақтарында Сахарада кездесетін шыбын жануарлар мен адамдарды ұйқысыздыққа әкелетін ауру таратады. Жер бетінде олардың 21 түрі бар. Ұзындығы 9 мм-ден 14 мм-ге дейін барады. Африкада осы шыбындардың кесірінен ұйқысыздық дертіне шалдыққан 500 адам қайтыс болды. Ұйқысыздық ауруы жүрек, қан тамыр ауруларын туғызады. Адамзат бұл шыбынның көзін жоюға күш салып келеді. 1930 жылдары шыбындардың бәрін жойып жіберді. Алайда 20 жылдан соң шыбындар қайта пайда болды. Қазір шыбындарды құрту үшін жабайы аңдарды өлтіріп, шыбындардың көбейетін ағаш бұталарын кесіп, радиация жіберіп арқылы күресіп жатыр. Ал осы видео аяқталды достар. Лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.